Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге бешбармақ дайындайтын боламыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Ең алдымен үлкен ыдысқа суды толтырып, ішіне қазыны және етімізді, құйрық майлардың барлығын салып шығатын боламыз. Біздің еттеріміз қайнап жатыр. Ет қайнап жатқан кезде шетіне аппақ осындай көпшіктері пайда болатын болса, оны көпірік деп атаймыз. Оларды барлығын алып тастап отырамыз. Енді біз сәбіз, пияз, картоп, қызанақ барлығын сорпаға қосатын боламыз. Қайнап тұрған етіміздің жанына картопты, сәбізді, барлық қосымша заттарды салып шығатын боламыз. Үстінен басып батыратын боламыз. Енді бокалымыздағы жылы суға біраз қасық тұз қосып, араластырып ыдысымызға құятын боламыз. Сосын жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып, аз мөлшерде ұн қоса отырып, қамыр дайындайтын боламыз. Енді қамырымызды илеп, бетін 20 минутқа жауып қойатын боламыз. Енді біз бешбармақтың подливін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге пияз бен қызыл болгарский қажет болады. Барлығын турап, ыдысымызға салатын боламыз. Міне енді ыдысымызға салып, аз мөлшерде қайнап тұрған сорпамыздан суын алып, подливке құйып, жаяу отқа қойып, қайнататын боламыз. Міне біз енді қамырды жаятын боламыз. Үстінен басып бұтыратын боламыз. Бір-біріне жабыс қалмас үшін қамырдың ортасына ұн сеуіп отырыңыздар. Егер ұн сеппейтін болсаңыздар, сіздің қамырыңыз жабысып қалуы мүмкін. Қамырымызды жұқа әрі жұмсақ, теп-тегіс етіп жаятын боламыз. Егерде сіздің қамырыңыз жұқа әрі теп-тегіс болып жайылатын болса, сіздің қамырыңыз тез пісетін болады. Және де әр қамырды жайған сайын ұн сеуіп отыруды ұмытып кетпеңіздер. Міне достар, біздің еттеріміз пісті. Барлығын алып, ыдысқа салып, бетін жауып қоятын боламыз.
Міне біздің жайылған қамырларымызды алып, оқтаумен орап, ортасынан түзу етіп кесетін боламыз. Қамырымызды бөліктерге бөліп, қатты кішкентай емес, қатты үлкен емес етіп кесіп шығатын боламыз. Енді етіміз қайнаған сорпасына қамырларымызды тез-тез салатын боламыз. Арасын қозғап тұрамыз, әйтпесе қамырларымыз жабысып қалуы мүмкін. Енді астауымызға астына азғана поливті құйып, қамырларымызды сүзіп алатын боламыз. Міне барлық қамырымызды алдық. Енді үстіне поливтерді құйып шығатын боламыз. Міне енді біз қамырдың бетіне еттеріміздің барлығын қойып шығатын боламыз. Бізде оңтүстік жақта дастарханға бешбармақты апаратын кезде еттерді турамайды, дәл осы бүтін күйінше алып барады. Сол жақта үлкен кісілер өздері турайтын болады. Ал оға дейін біз дәл осылай бешбармақты еттерді бүтін күйінше алып баратын боламыз. Міне біздің бешбармақ дайын болды. Өте дәмді, әрі қамыры жұмсақ болып шықты. Міне достар, біздің бешбармағымыз дайын болды. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Тез піседі. Тек қана етті суға салып, қамырын жайсаңыздар ғана болғаны. Қазақтың ең оңай тағамының бірі және қазақтың ең ұлттық тағамының бірі. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Лейла. Астарыңыз дәмді болсын.